Бәріңізге ассалаумалейкум. Бүгін бізде 31-105 көлігі. Так, бұл жерде причина, в общем, оборотты кішкене жай алады. Оборот алған кезде көлік кішкене жылпиды. Соның бірден бір қазір біз себебін айтатын боламыз, түсіндіретін боламыз, көрсететін боламыз. Неден болған, неден екені. Так, бұл жерде қызық кәдімгі. Так, бұл жерде қазір сіз көліктің қызған сәтінен бастап қараңыз, назар салып. Міне так, көлік міне қызды. Міне газ бергенде газды дұрыс алмайды. Ала алмайды, яғни айтқанда. Так, енді біз мына жерден бүйтіп 4 цилиндр жасап тұр ма, жасап тұрған жоқ па, соны бірінші біз анықтап алуымыз керек болады. Көлік қазір моторы аздап кішкене дірілдеп тұр. Енді біз тексереміз. Бірінші 4-тен бастаймыз. Міне, қалшылдап қалды мотор. Так, бұны жібереміз. Қайтадан қазір оборот өзі орнына келеді. Так, енді 3. Міне, 3-те де қалшылдап қалды. Так, бұл да значит жасап тұр. Так, енді 2. 2 де бізде жасап тұр. Так, енді 1. Бірде бізде жасап тұр. Так, демек бізде 4 цилиндрде жасап тұр. Свитчадан емес, және форсункіден емес. Және дәл осы жерде айта кететін жайт, егер сізде дәл осындай атау болатын болса, ол сізде топливный форсункідан да емес. Енді газ басып көреміз. Аздап кішкене тұншығып алады. Так, енді біз қазір көлікті сөндіретін боламыз. Сөндір. Так, сөндіретін боламыз біз қазір көлікті. Егер сізде осындай ақау кездесетін болса, бұл ең бірінші қазіргі сәттегі жаңадан шығып жатқан ақаулардың бірі. Мына Digitronic дейтін газдың пластмасс компьютері. Осы істен шыққан кезде сіздің көлігіңіз оборотты тұншығып алатын болады. И содан кейінгі причинасының бірі, когда сіз газды басқан кезде көлік жылқым ала алмайды. Бензинмен де, газбен де. Бұл компьютерге, форсункіге машинаның өзінің компьютерінен келіп тұрған сигнал ең бірінші осы компьютерге келгеннен кейін мынау әрі қарай бөліп беретін. Бензиннің форсункісіне де беретін осы, газдың форсункісіне де беретін осы. Яғни сізде бәрімен алмай тұрса, сіз 4 свитчаңызды, свитчный проводыңызды ауыстырсаңыз да өзгеріс болмаса, келесі біздің істейтінімізді істеп қараған жөн болады. Так, мынау міне газдың главный передачный алып тастаймыз осыны. Так, енді 2 минут күтетін боламыз. Так, бізде 2 минут өтті. Машинаны қыздырамыз. Қызыр. Мына жерде свечной провод қолдан келгенше мынандай свечной провод салмағанымыз жөн болады. Қазір свечной проводын ауыстырып көретін боламыз. Бұл жерде ең бірінші біздің мәселеміз шешілді. Бұған дейін көлік оборотты тұншығып алған еді. Қазір енді водительдің айтуы бойынша қазір нормально болды дейді. Біз енді мына жерде газдың біз главный передачасын аяп қойдық. Сол кезде бізде нормально болып тұр. Так, содан кейінгі тағы да бір перебойға қатысты маңызды бір мәселе. Мынаның ішінің бәрі көгеріп кеткен окисление. Бәрі түгелімен көгеріп кеткен. Мына жақтарды солай. Сосын мынандай түстегі свечной провод салмауға тырысың, салмаңыз тіпті. Мен жаңа міне мынадан енді өзінен шыққан проводтарды жаңа тексеріп қарап, осы өзінікін қайтадан салып отыр. Мына жақта. Мыналардың іштерін қарасаңыз, бәрі 3 сағат 4 сағаттың ішінде бәрі балық еріп кеткен. Иіскесеңіз тіпті күйіктің иісі шығады. Так, енді біз қазір мынаның ішіндегі анау көгерген жерлерін тазалайтын боламыз қазір. Содан кейін машинада тағы да бір қызыр көретін боламыз. Ең басты мәселеміз біздің шешілді. Ол дәл жаңа айтқандай газдың компьютері қуып кеткен болып шықты.